Достар, сәлем, қалайсыздар? Біз Қазына екеуміз мусор төгіп, ары қарай прогулка жасауға шықтық. Бізбен бірге болыңыздар. Вау, жаңбыр жауып тұр бізде. Жаңбыр керемет жауып тұр. Қараңыздар. Қазір мусор төгіп, кішкене прогулка жасап қайтамыз үйге. Біз Қазына екеуміз мусор төгіп, кішкене прогулка жасап, сосын қайда барамыз, Қазына? Садикке. Детсадқа барамыз. Сердешканы алып келуге барамыз. Ой-вай, ауа райы деген тамаша болып, күшті болып тұрынан қараңыздар. Керемет жаңбыр жауып. Күшті я жаңбыр. Қара! Нан қараңдар, уже күн жылайды дегенсіз, құрттар жүр. Мусоркаға жақындап қалдық. Суығын-ай. Енді сезе бастадым мен тоңғанымды. Сол жерге тастай сал. Кеттік жаңбыр. Тоқташ. Болды. Мысықтың даусы ма? Бала жылап отыр ғой. Қойшы, қайдағы бала? Мысықтың даусы шығады. Мам, мына жерден баяу шығып отыр. Мына жақтан шығып отыр ғой мусор жақтан. Иә, мусоркалардың. Мама, қара. Қане, жоқ мұнда. Наңғара. Балаң қара. Ойбай, мына шын бала ма, немене өзі? Жылап отыр ғой. Қарана қағазды, суына қағаз. Байқұсай су болып қалды ғой мынау. Маңызды дейді. Не деп тұр? Баланың бетін ашып. Баланың бетін ашып. Бұл кетті. Сонда үйге барып ашайық. Су болып кетті. Детсад не істейміз? Детсадты кассетаны үйге барып бетін ашып көреміз. Бұл енді жаңбырдың астында қалдық қой. Тез бұл. Достар, кішкентай коляскеге тас салып кеткен бе? Кішкентай бала ма сонда? Бетін ашып көреміз ба, Қазына? Үйге барып бірақ ашайық, қыз бетіне не түсіп кетеді ғой, жаңбыр. Ойбай, бұл. Қане көрейінші, тоқта. Что су болып кетті, бол тез. Бетін жап. Қазір өгін жап. Жол тез. Достар. Кринж болайын деп тұр ғой, что-то. Жаңбыр құйып кетті, тез бол, Қазына. Су болып кеттік, маңыраңдар. Что басымыз, су бәрі. Детсад не істейміз е? Айттырым ғой, үйге барып тез ашамыз да. Содан кейін садикке барамыз сразу. Қане қос. Достар, біз деген мусорка төгеміз деп. Мусорка төгеміз деп. Бөпе тауып, бөпе ма, мысық па, білмейміз даже. Кір. Көтере сал. Мәссаған, достар. Үстіміз деген. Маңыраңдар, маңдай су болды. Оңбағандар кім тыстап кетті ма? Мысықтың баласы сияқты, что-то дауысы мысыққа ұқсайды. Қазына. Мысық сияқты ғой, что-то. Ойбай. Үстіміз деген су болып кетті. Менің үсті басым бәрі су міне. Менің үстім басым. Малмандай су, Қазынаның вообще үсті су. Ойбай. Алдағы бар ғой, мысық сияқты меніңше. Даусына қарасаң, мысықтың дауысы сияқты. Бала ғой нау. Бала алдағында кішкентай болмайды ғой. Болады ғой. Байқұс, онда бала болса жаңбырдың астында қанша тұрды. Қалай ойлайсың? Бір минуттан азат. Ой, бір минуттан көп тұрған сияқты ғой. Өйткені біз мусор төгуге барған кезде ешкім жоқ болды ғой жан-жағында. Қазынаның беті ауыз су, шаршап кеттік, жүгіреміз деп. Ой, тез үйге кірейік. Достар, қалай ойлайсыңдар? Не деп ойлайсыңдар? Мысық немесе бала. Қазына бала деп тұрмын, мен мысық деп тұрмын. Қойш, дауыс шықпай қапты, жылап, я? Анды жай шығады тасы. Қараңдар, достар. Коляскамен бала тауып алдық қой. Бол енді жүр, аш есікті кірейкіге. Кіргіз баланы. Шаршап кеттім. Алда колясканың аяғы таза емес, Қазына. Сол жерге қоясың. Қайда барасың енді? Шешінтіңген кіргіз. Колясканы кіргізбе, аяғы батпақ колясканы. Су ма не? Ала салайық, керек болатын шығар. Ала сал.
ойбай ақырын. Ана мысықтың баласы сияқты былқ-былқ етеді ғой қазына. Мысықтың баласы сияқты. Ақырын ғой. Ақырын ғой. Тоқта, бетін ашайық. Сен ашасың ба, мен ашайын ба? Мен или сен? Қайсы? Білмеймін. Давай мен ашайын. Екеуміз ашайық. Давай. Мам, сен ашы, мен қорқам баладан. Давай екеуміз бірге ашайық. Давай, ке. Давай ашамыз. Ойбай, қазына. Нан тұр, қорқынышты ғой. Ау, неме баланы? Білмеймін. Мә, қорқып тұрмын мен. Сол үшін бетін ашпа деген шығар. Қағазда не жазып тұр, тез оқышы бол. Қыз. Ойбай, достар, қорқам мен. Бұшы тез ашшы. Ашылмай. Бетін аш. Мәні қағаз су болып кеткен ғой, ұшы Не, ашылмай. сенге жазылып тұрған жоқ қой? Бетін ашпа. Бетін ашпа. Мына стрелка немене? Просто маңызды аш деп тұрған. Мына жерінде не тұр не? Бұл менің балам Чаки. Аты Бұл менің балам Чаки. Аты Чакинеза дейді? Чаки? Түсінбедім мен. Чакидің аты Чаки ма, Чакинеза ма? Ол менің балам Чаки. Значит, оның сол мамасының аты Чаки. Мынаны Чакинеза. Чакинеза? Чакидің баласы бар ма еді не? Негізі? Әкеші жөндеп оқиық. Бұл менің балам Чаки. От Чаки аты ма? Аты Чакинеза дейді. Қараңдар, достарынан. Точно, точно Чакидің баласы сияқты ғой. Баспасаңшы жылайды ғой. Ойбай, қорқынышты ғой. Үстін ашып қарайықшы. Үсті кір ғой мынаны. Достар, мынаны қараңдар. Сонда қазына мен түсінбедім, Чакидің баласы мынаның аты Чакинеза ма? Аяқты қара. Аяқ кір ғой мынау. Қараң жара. Мынау қарын ашып тұрған сияқты. Сүт беріп көрейін ба? Сүт ше ма бұл? Чаки деген тамақ ше ма? Чакидің баласы, бала ғой, просто ол Чакиға ұқсайды. Еще характер Чакида. Сүт беріп көрейік, может, не ететін шығар? Давай алып келейін сүт. Қазір. Достар, мына қараңдар. Аузын ашып тұр ғой мынау, жылап тұр аузын ашып. Нені тамақ бер деп тұрған шығар, значит. Мына қараңдар, аузын ашып тұр мынау. Ойбай, қорқынышты ғой мынау. Үлкен неге салайын, я? Үлкен кружкаға. Чаки деген вроде қыз емес, ұл бала емес пе еді? Может, әкесі ме екен Чаки бұның? Қазына? Білмеймін. Қасықпен беріп көрейік та, кішкентай қасық алып берсейші. Кішкентай қасық алып келіп жүгір. Имам. Бер енді. Әкем мен ұстап тұрайын. Жоқ, мен ұстап тұрайын, сен ал ананы. Әкем мынаны қасықты қой. Ал сен. Ашпай алсаншы, ақырын ал. Отыр енді. Отыр. Мен бүйтіп ұстап тұрам, сен қасықпен бер. Мен бере алмаймын, ол құлаватыр. Давай бер, қорықпа. Оң қолың, ана қолмен берсейші, қазына. Мына қолмен, сол қолмен бермейсің ба? Соғымен не отырды? Жатқыз кішкене. Достар, мына сүт ше ма? Ішпейді екен мынау сүт. Су беріп көрейік па? Түкір давай. Ол Чаки деген қанмен нетпей ма, қазына? Қанмен қоректенбей ма? Білмеймін. Су беріп көрейік па? Су ішетін шығар? Ой, сүт ішпейді ғой, суды қайдан ішеді ол? Не істеймін сен, мынау жылағанын қоймайды ғой что-то. Қазына алдағын жоқтап сен. Жылап тоқтым. Аяғыңа салып тербетіп көресің ба? Жастыққа келіп берейін ба? Жатпайды олар. Қайдан білесің сен? Сен жерден ұйықтатушы едің ғой, сөйтіп ұйықтатып көрейік, давай. Бала емес қой. Кішкентай бала ғой, просто Чакидің баласы ғана болмаса. Қазір жастық алып келейін мен, я? Қазына, мә жастық. Же. Не ол, не бер жатсың? Жемейді ғой ол, қазына. Жемейді. Мә, аяғыңа салып тербетіп көрші. Отыр. Аяққа салып тербетіп көр. Ұйықтап қалатын шығар, может. И сосын кешкісін жерден алып келгеннен кейін бірдеңкесін қылармыз. Мама, боқ сасып отыр. Қойшы, түшіп қойдым. Боқ сасып отыр. Кетші. Боқ сасып. Қане ақырын ашып көрші.
мынаның несін кожа цветі де біртүрлі ғой қазына. Иә, қараш. Тіш қойыпты, фу! Айтылы түш қой деп. Қазір памперс алып келейін мен, я? Иә, давай. Қазына, мынандай памперс бар екен бізде. Осыны кигізіп көр. Кегіз көрік. Кигізіп көр. Так. Көтені сүрттің ба салфеткамен? Иә. Бұл енді тез киіндір. Мә, дала деген жаңбыр болып тұр. Жерден алып келу керек біз еще біз. Мына баламен отырмыз. Жаңбырда кішкене зонтик ұстап прогулка жасау керек, жасаймыз деп шығып едік біз. Мына баланы көрдік та. Сразу үйге кірдік қой. Мә, сен теріс кигіздің. Ну ладно, кигізе бер. Бәрібір. Мә, интересно, Теріс емес? жерде қандай ощущение болады. Мынаусы арт жағынан қарайды ғой, арт жағынан алдына келеді, сен артқа қарай тағып қой дейді. Жарайды, бұл тез жап, мұздақ қалмасын. Ұйықтат енді. Ұйықта қалма. Аяғым ауыр отыр. Шығарайын ақырын аяғыңды. Ойбай, қайттан жылады ғой. Жылы ма? Сал енді аяқ. Сөйт ұйықтата сал. Ақырын жастығымен көтеріп диванға жатқызып қояқ. Қазір екеуміз детсадқа кетсек, жер суық қой еще, жаңбыр жауып тұр. Ауыр екен, біреудің баласы ғой енді бұл да. Чакинің баласы. Бетін жаба сал. Бетін жаба сал. Қолын түсіре сал. Қол бүйтіп ербеңдеп шошып оянып жатпасын қазір. Мама, а вдруг Чаки біздің үйімізге келіп қалса ше баласын алып кетуге? Қойшары, қорқытпашы адамды, келмейтін шығар. Келеді ғой. Келуі мүмкін ғой, баласы бізде ғой. Баласын іздеп жатыр ғой стопудово. Баласын іздесе ол неғып мусорға тастап кетеді. Еще Чакидің баласы деп өз жазған шығар мына хатты. Мына хатты тастамайық. Или милиция шақырамыз ба? Білмеймін. Тоқта. Қойшы, қазына шошытпашы адамды. Қара анам бетін. Не қылды? Су бетін. Дұрыс қой, даладан алып келдік қой. Пранк. Тоқтаны ұйықтап жатыр. Не істейміз енді бұны жерден алып келу керек қой? Жата тұрсын, кеттік жүр жердегі екеуміз.